Қазақ тілі сабағы бүгін 8 сәуір, кітапта 79 бет. Бүгінгі тақырыбымыз балалар сан есім. Қазақ тілінде 9 сөз табы бар. Зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, істеу, еліктеу, шылау, одағай. Осының ішінде біз алғашқы төртеуімен таныспыз. Зат есім, сын есім, сан есім. Енді бүгін сан есімге келдік. Сан деп аты айтып тұрғандай, ол кәдімгі 1, 2, 3, 7, 30 деген сандар. Сан есім дегеніміз заттың санын білдіретін сөз табы. Сан есімнің сұрақтары қанша, неше, нешінші. Мысалға, мен 3-ші сыныпта оқимын деген сөйлемде 4 сөз бар. Сол сөздің ішінде 3-ші деген сөз сан есім болады. Сұрақ қойып көрсек, нешінші? Мен нешінші сыныпта оқимын? Немесе сен нешінші сыныпта оқисың? Жауап: мен 3-ші сыныпта оқимын. Яғни бұл жерде сан есім 3-ші. 3-ші сөзі сан есім. Тапсырма. 22-ші жаттығуды орындаймыз. 22-ші жаттығуда орны ауысып кеткен сөйлемдерді ретімен жазамыз. Одан кейін 24-ші тапсырманы, 24-ші жаттығуды орындаймыз. Ол да оңай. Орындау керек тапсырма осы екеуі. Енді мұнда балалар, күнде азанда таңертең 8-де 00-де түгелдеймін балалар сіздерді. Сол кезде сіздер бірінші болатын сабаққа қосу белгісін саласыздар. Менің сабақтарыма. Ағылшын болатын болса салмайсыздар, маған саласыздар. Яғни мен бармын, бүгін қатыса аламын, бүгін мүмкіндігім бар дегенді білдіреді. Одан кейін басқа тіршіліктермен айналыса бересіңдер. Ал тапсырма сағат кешкі 22:00-ге дейін маған келу керек.